Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді мандарин қосылған кекс дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа қосамыз. Қантымызды қосамыз да аппақ масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Мен алдын ала 2 мандариннің шырынын сығып ыдысқа құйып алдым, және де цедрасын теркадан өткізіп дайындап алдым. Миксерленген массамызға осы мандариннің шырынын қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Және де қаймағымызды қосып, мандариннің теркадан өткізілген цедрасын, яғни қабығын теркадан өткізіп қосамыз. Бұл біздің кексімізден мандариннің дәмі шығуына, түсінің сары түстес болуына және де қош иіс аңқып тұруына септігін тигізеді. Барлығын қосқаннан кейін бір миксерлеп жібереміз. Массамызға ұнымызды қосып, және де бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосамыз да жақсылап бір миксерлеп аламыз. Дайын болған массамыздың жан-жағын жинап, осы видеода көрсетілгендей консистенция болу қажет. Менде силиконды форма, соған массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 40 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Шпажкамен піскенін тексеріп отыруымызға болады. Дайын болған кексімізді формасынан шығарып, бетіне сәндік үшін сахарный пудра сеуіп шықтым. Жұмсақ әрі биік болып көтеріледі кексіміз. Иісі мұрын жарарлықтай. Кексімізді кескенде іші сары түсті, шаймен ішкенге өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.